Қазақтың көне жерінде Айдахар өмір сүріпті. Күшсізді талай жалмапты, тіссізді талай қандапты. Патша бұл көп жыл тұрыпты, патша бұл көп жыл тұрыпты. Жылдардан жылдар өткенде, кәрілік жылжып жеткенде, қайраты қайтып бұрынғы. Айдахар дертке ұрынды, Айдахар еттен арылды, тынысы әбден тарылды. Көзден от, беттен сән кетті, кеудеден қуат әл кетті. Нөкерлер сасып сабылды, не істерін білмей аңырды. Адырдың арты жар еді, қу түлкі сонда бар еді. Кейдерті емдеп жазатын, өнер ептеп болатын. Нөкерлер соған ағылды, түлкіге барып жалынды. Ауруға түлкі келеді, тамырын ұстап көреді. Не қилы әдіс қылады, сәндәріні сынады. Тәтті қан іздеп тапсаңыз, жазылар деді патшамыз. Айнала жұртқа қарады, кім іздеді рабады. Біз тымсықмаса бар еді, ішкені ылғы қан еді. Шағуға шебер болатын, қадалып қанды соратын. Келместен сөзге ол енді, шөлмегін алып жөнелді. Масадай малғын зұлымға, жамандық жасау қиын ба? Әуелі шағып елікті, қанынан татып жеріпті. Ет арам жасық десекте, жабысты маса есекке. Бесікте жатқан нәресте, жылы жұмсағы емес пе? Деген бір арам ой келді, не болмақ дүние ойланды. Келді де шақты баланы, шырылдап бала қалады. Осыны маңдым мекендеп, жақсылық қайтсем етем деп, зұлымдыққа қаныққас, жүретім бір қарлығаш. Жөнелді іздеп масаны, қырлардан қырға асады. Шарлады көкті көлбеген, жарысты жүйрік желменен. Айдахарға жеткізбей, тиісті емін еткізбей, масаны қуып жетеді, айқасқа түсіп кетеді. Айқа түсіп кетеді. Ауыспай өлмек қайда бар, аласы ұрған Айдахар. Болдырмаған бұйрығын, қарлығаштың құйрығын. Жартылай жұлып алыпты, айыр боп содан қалыпты. Болса да нәзік тардырмаш, адал досы адамның. Содан бері қардырмаш, адал досы адамның, аты туған баланың.